Бүгін сіздермен қосымша жайлы әңгімелесетін боламыз. Қазақ тілінде қосымшаның екі түрі бар. Олар жұрнақ және жалғау. Жұрнақ өзі жалғанған сөзге жаңа мағына беріп туынды сөз жасайды. Жұрнақтың екі түрі бар. Сөз тудырушы жұрнақ және сөз түрлендіруші жұрнақ. Сөз тудырушы жұрнақ түбірдің негізгі мағынасын өзгертіп, оған жаңа мағына береді. Қойшы, өнерпаз, ойла, таулы. Сөз түрлендіруші жұрнақ өзі жалғанған сөздің бастапқы мағынасын өзгертпей, сәл түрлендіреді. Мысалы, үйшік, сандықша, алаңқай, қалашық. Біле жүріңіз, бір сөзге бірнеше жұрнақ жалғана береді. Мысалы, жазушылық. Бір сөзден әртүрлі жұрнақ арқылы туынды сөздер жасалады. Ондай бір түбірден жасалған сөздер түбірлес сөздер деп аталады. Мысалы, білім, білдір, білгіш. Жұрнақ сөзге жалғаулардан бұрын жалғанады. Мысалы, кітапханалардан оқушымын. Қосымшаның екінші түрі жалғау. Жалғау сөздерді байланыстырады. Жалғаудың 4 түрі бар. Көптік жалғауы, тәуелдік жалғауы, септік жалғауы және жіктік жалғауы. Көптік жалғауы көптік мағына береді. Оларға лар, лер, дар, дер, тар, тер жатады. Көптік жалғаулары тек қана зат есімдерге жалғанады. Тәуелдік жалғауы меншіктілікті білдіреді. Жекеше түрі бірінші жақта м, ім, екінші жақта ың, ыңыз, іңіз, ңыз, үшінші жақта с, мысалға, менің досым, сенің досың, сіздің досыңыз, оның досы. Көпше түрінде бірінші жақта мыз, ымыз, іміз, біздің досымыз. Екінші жақта тарың, терің, дарың, дерің, ларың, лерің, сендердің достарың. Тарыңыз, теріңіз, дарыңыз, деріңіз, ларыңыз, леріңіз, сіздердің достарыңыз. Үшінші жақта оның достары. Септік жалғауы. Септік жалғаулары сөздерді байланыстырады. Қазақ тілінде септіктің 7 түрі бар. Септік жалғауларына толығырақ тоқталып кетейік. Атау септігі сұрағы кім, не, жалғауы жоқ. Ілік септігі сұрағы кімнің, ненің, жалғауы ның, нің, дың, дың, тың, тің. Мысалы, мектептің. Бар септігі сұрағы кімге, неге, жалғауы а, е, қа, ке, ға, ге, на, не. Мысалға, мектепке. Табыс септігі сұрағы кімді, нені, жалғауы н, д, д, т, т, н. Мысалы, мектепті. Жатыс септігі сұрағы кімде, неде, жалғауы да, де, та, те, нда, нде. Мысалға, мектепте. Шығыс септігі сұрағы кімнен, неден, жалғауы дан, ден, тан, тен, нан, нен. Мысалға, мектептен. Көмектес септігі сұрағы кіммен, немен, жалғауы мен, бен, пен. Мысалға, мектеппен. Септіктердің жалғауларының өзіндік мағыналары бар. Соларға тоқталып өтсек. Ілік септігі бір заттың екінші затқа тәуелді екенін білдіреді. Мысалы, Қайраттың кітабы немесе қатысты екенін, алма ағашы. Барыс септігі қимылдың бағытын, мақсатын білдіреді. Мысалы, Мұса Алматыға кетті. Бұл жерде бағыт. Мұса Алматыға кітап алуға кетті. Бұл жерде мақсат. Табыс септігі объектіні білдіреді. Мысалы, мен сөмкені алдым. Жатыс септігі мекендік, мезгілдік мағына береді. Мысалы, Омар қалада тұрады, Оспан жазда келеді. Шығыс септігі іс-қимылдың шыққан орнын, мезгілін, себебін білдіреді. Мысалы, мен әкемнен алма алдым. Көмектес септігі іс-қимылдың орындалу амалын және ортақтасу қатынасын білдіреді. Мысалы, мен атпен келдім, мен әкеммен сөйлестім. Жалғаудың келесі түрі жіктік жалғауы. Жіктік жалғауы жақты білдіреді. Ол етістікке және есім сөздерге жалғанады. Жіктік жалғауы бірінші жақта зат есімнің жіктелуі мен дәрігермін, ал етістіктің жіктелуі мен келемін, келдім. Екінші жақта сен дәрігерсің, сіз дәрігерсіз. Ал етістікте сен келесің, сен келдің, сіз келесіз, сіз келдіңіз болады. Үшінші жақта зат есім ол дәрігер, ал етістікте ол келеді, ол келді болады. Ал енді көпше түрінің бірінші жағында зат есім біз дәрігерміз, етістік біз келеміз,
келдік болады. Екінші жағы сендер дәрігерсіңдер, сіздер дәрігерсіздер. Ал енді етістікте сендер келесіңдер, сендер келдіңдер, сіздер келесіздер, сіздер келдіңіздер болады. Үшінші жағында олар дәрігерлер, ал етістікте олар келеді, келді болады. Осымен бүгінгі қосымша тақырыбын аяқтадық. Сіздерге ұнаған болса, лүпіл қалдырып пікір жаза отырыңыздар. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.